Қант диабеті кезінде қандағы қантты көтермейтін ең пайдалы 3 нан. Соңғы рет нанды қорықпай жеген кезіңіз есіңізде ме? Көмірсуларды есептемей, қамтамасын қайта-қайта тексермей, жегеннен кейін қант деңгейіңіз не болар екен деп уайымдамай. Тек жай ғана нан жеу. Диабет диагнозына дейінгі сияқты. Екінші типті қант диабетімен өмір сүретін миллиондаған адамдар үшін нан бір күнде жауға айналуы мүмкін. Дәрігер қабылдауында, диетолог кеңесінде немесе жақындарының сөздерінен олар бір нәрсені қайта-қайта естіді. Нан қандағы қантты көтереді. Нан қауіпті. Диабет кезінде наннан бас тарту керек. Шынын айтқанда бұл кеңес логикалық естіледі. Өйткені көптеген нан түрлері расында да қандағы қантты тез көтеріп жібереді. Бірнеше тілім ақ нан және глюкоза бірнеше минутта күрт жоғарылайды. Бірақ көп адам білмейтін маңызды нәрсе бар. Барлық нан ағзада бірдей жұмыс істемейді. Кейбір нан түрлері өте баяу қорытылады, сондықтан олар мүлде басқа глюкоза реакциясын береді. Қанттың күрт секіруінің орнына сіз баяу әрі тұрақты көтеріп аласыз. Кенет энергияның түсуінің орнына бірнеше сағатқа жететін тұрақты энергия аласыз. Және бұл аз жеуге немесе ерік күшіне байланысты емес. Барлығы нанның биологиялық құрылымына байланысты. Бүгін мен сізге эндокринологтар мен диабет мамандары жиі ұсынатын ең пайдалы 3 нан түрін көрсетемін. Сіз мыналарды білесіз. Неге бұл нандар қантқа басқаша әсер етеді? Олар инсулин сезімталдығын қалай жақсартады? Қай жасалған нандардан аулақ болу керек және оларды қалай дұрыс жеу керек? Соңына дейін көріңіз, себебі 3-ші нан туралы көп адам біле бермейді. Бірақ зерттеулер оның инсулинге сезімталдықты жақсартуда өте күшті әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Бастамас бұрын маңызды ескерту. Бұл видео тек ақпараттық мақсатта жасалған, тағам ол дәрі емес. Егер сіз инсулин немесе қантты төмендететін дәрілер қабылдасаңыз, диетаңызды өзгертер алдында міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Өйткені тамақтануды өзгерту дәрі мөлшеріне әсер етуі мүмкін. Ендеше бастайық. Номер 3 нан. Өскінделген дәннен жасалған нан. Неліктен бұл нан қандағы қант үшін пайдалы екенін түсіну үшін алдымен кәдімгі ұнмен не болатынын түсіну керек. Көптеген дүкен нандарды тазартылған ұннан жасайды. Өңдеу кезінде дәннің пайдалы қабықтары алынып тасталынады. Нәтижесінде негізінен крахмал ғана қалады. Ал дәл осы крахмал өте тез қорытылады, сондықтан ақ нан қантты күрт көтереді. Ал өскінделген дән наны басынан бастап өзгеше. Дәндер нанға айналмас бұрын өте пайдалы бола бастайды. Яғни тұқым өсу процесін бастайды. Сол кезде табиғи ферменттер крахмалды өзгертеді. Крахмалдың бір бөлігі баяу қорытылатын түрге айналады. Нәтижесінде бұл нан қандағы қантқа әлдеқайда жұмсақ әсер етеді. Зерттеулер көрсеткендей, мұндай нанның гликемиялық индексі әлдеқайда төмен. Ақ нанның индексі шамамен 75% болса, өскінделген нан дәнінің индексі 35-45% аралығында. Бұл үлкен айырмашылық. Ғалымдар тағы бір маңызды нәрсені анықтады. Мұндай нанда резинисті крахмал көп болады. Бұл крахмал толықтай глюкозаға айналмайды. Ол ішекке жетіп, пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Ал ішек денсаулығы инсулин сезімталдығына тікелей байланысты. Сау микробиом мынаған көмектеседі. Қант деңгейін тұрақтандыруға, қабынуды азайтуға, метаболизмді жақсартуға, инсулинге төзімділікті төмендетуге. Сонымен қатар өскіндеу процесі пайдалы заттардың мөлшерін арттырады. Мысалы, водоруменді антиоксиданттар, магний минералдардың сіңуі. Ал магний инсулин жұмысы үшін өте маңызды. Көптеген диабетпен ауыратын адамдар магний тапшылығын байқамай жүреді. Тағы бір қызық зерттеу бар. Ғалымдар екінші ас әсерін анықтады. Егер адам таңғы асқа осы нанды жесе, оның қант деңгейін тек таңертең ғана емес, түскі және кешкі ас кезінде де тұрақтырақ болады дейді. Яғни бір дұрыс таңда ас бүкіл күнге әсер ететінін ұмытпайық. Қалай дұрыс таңдау керек? Құрамын оқыңыз. Алғашқы ингредиенттер мыналар болуы керек. Өскінделген бидай, өскінделген арпа, өскінделген тары, өскінделген жасымақ. Егер бірінші орында жай бидай ұны тұрса, бұл көбінесе маркетинг, шынайы өнім емес. Мұндай нан көбінесе мұздатқыш бөлімде сатылады. Себебі құрамында консервант аз болады. Қалай жеу керек? Мына тағамдармен бірге жегеніңіз абзал. Жұмыртқамен, авокадомен, жаңғақ пастасымен, қызыл балықпен және ірімшікпен. Ақуыз бен пайдалы майлар қанттың көтерілуін одан әрі баяулатады. Номер 2 нан. Нағыз ашытылған нан.
Енді адамзат тарихындағы ең көне нан түрлерінің бірі туралы сөйлесейік. Нағыз ашытылған нан. Қоспаларға толы жалған нұсқа емес, шынайы табиғи ашытылған нан. Бұл нанның ерекшелігі онда емес, барлығы ашу процесінде. Кәдімгі нан тез ашытылады, ал нағыз ашытылған нан табиғи ашытқы мен пайдалы бактериялар арқылы баяу дайындалады. Кейде 24 сағат немесе одан да ұзақ. Сол уақытта бактериялар табиғи қышқылдар бөледі, ал бұл қышқылдар нанның құрылымын өзгертеді. Ас қорытуды баяулатады. Қанттың қанға түсу жылдамдығын төмендетеді. Сондықтан глюкоза біртіндеп көтеріледі. Күрт секіру болмайды. Зерттеулер көрсеткендей, нағыз ашытылған нан қандағы қанттың көтерілуін 30%-ға дейін азайтуы мүмкін. Бірақ тағы бір маңызды әсері бар. Ұзақ ашыту процесі крахмалдың бір бөлігін алдын ала ыдыратады. Яғни нан ін-шара алдын ала қорытылған болады. Сондықтан оны ағза жеңілірек қабылдайды. Көп адам осы ашытылған нанды жегеннен кейін кебудің азайған, ас қорытудың жақсарған, жеңілдік сезімін байқайды. Нағыз ашытылған нанды қалай таңдайды? Ол қышқылтым дәмді, созылмалы құрылымды, ішінде әртүрлі тесіктері бар, қалың қабықты болу керек. Құрамы қарапайым: ұн, су, тұз және ашытқы түрі. Егер құрамында коммерциялық ашытқы болса, бұл шынайы ашытқы наны емес болады. Сондықтан құрамына мұқият болайық. Номер 1 нан 100% қара бидайдан жасалған нан. Бұл көп адам біле бермейтін ең пайдалы нанның бірі. Нағыз қара нан ауыр, тығыз және қара бидайдан жасалады. Бидайдан емес, қара бидай ағзада мүлде басқаша жұмыс істейді. Мұндай нанның гликемикалық индексі өте төмен. Кейбір түрлері 45% ғана болады. Неге? Себебі қара бидайда арабиноксилан деген ерекше талшық бар. Бұл талшық қанттың сіңуін баяулатады. Ас қорыту кезінде гель тәрізді құрылым түзеді, соның арқасында глюкоза қанға өте баяу өтеді. Нәтижесінде қант секірмейді, инсулинге қысым азаяды, энергия тұрақты болады. Тағы бір артықшылығы оның тығыз құрылымы. Адам баяу жейді, ас мөлшерімен тез тояды, бұл артық тамақтануды азайтады. Қалай дұрыс таңдау керек? Құрамында бірінші орында мыналар болуы керек: қара бидай ұны, ұсақталған қара бидай дәндері. Нан жұмсақ емес, ауыр және тығыз болуы керек. Неге бұл нандар басқаша әсер етеді? Барлығында ортақ бір қасиет бар. Олар глюкозаның сіңуін баяулатады. Көмірсуды толық алып тастамайды, тек оның ағзадағы мінезін өзгертеді. Ал бұл үлкен айырмашылық жасайды. Өйткені тұрақты қант деңгейі тамырларды, жүйкелерді, бүйректі, көзді, ұйқы безді қорғайды. Күн сайын кішкентай дұрыс таңдау ұзақ мерзімге үлкен нәтиже беретінін ұмытпаңыз. Ертеңнен бастап қолданатын 2 кеңесті айта кетейін. Бірінші, нанды ешқашан жалғыз өзін жемеңіз, оны міндетті түрде ақуызбен, пайдалы майлармен бірге қолданыңыз. Бұл қанттың көтерілуін айтарлықтай баяулатады. Қант деңгейіңізді тексеріңіз. Тамақтан кейін 60-90 минуттан соң глюкометрмен тексеріңіз. Әртүрлі нан түрлерін салыстырыңыз. Ағзаңыз қай нанның өзіңізге сай екенін өзі көрсетеді. Қорытынды жасайық. Сіз диабеттен кейін барлық наннан емес, тек белгілі бір зиянды нан түрінен бас тартыңыз. Тез қорытылатын, қанты күрт көтеретін, өңделген наннан. Бірақ басқа да нан түрлері ағзаға қарсы емес, керісінше көмектесетін, баяу қорытылатын, энергияны тұрақты ұстайтын, инсулин сезімдалдығын қорғайтын, сізге міндетті түрде наннан толық бас тарту қажеті жоқ. Яғни дұрыс таңдау жасай білу керек. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, пікірге жазыңыз. Қант теңгеріңіз қандай? Және қай нанды бірінші болып көргіңіз келетін жазып кетсеңіз болғаны. Лайк басып, арнаға жазылып, бұл видеоны диабетпен өмір сүретін таныстарыңызбен бөлісіңіз. Өйткені дұрыс ақпарат адамның өмірін өзгерте алады. Келесі видеода кездескенше. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпаңыз. Бұл видео тек ақпараттық мақсатта жасалған. Міндетті түрде дәрігермен кеңесуді ұмытпағаныңыз жөн.